Саламатсыздар достар, бұл тағы мен, Данияр Тәжімбет. Бұл видеомызда «Мир юрского периода» 2 фильм туралы айтатын боламыз. Значит, теперь встречаешься с каким-нибудь бухгалтером? Оуэн. Или с клоуном? Хватит. Ну, точно с идиотом. Мы здесь не для этого. You can blame me, try to shame me. Бұл кинотоптаманы жас кезімізден бері көріп келеміз. Динозаврлар туралы фильм әлемдік кинематографияға үлкен серпін әкелді. Universal студиясы 14 жылдан бері ұмытылып кеткен франшизаны жандандырып, 2015 жылы «Мир юрского периода» атты фильм шығарды. Бұл кинотоптаманы жас кезімізден бері көріп келеміз. Динозаврлар туралы фильмдер әлемдік кинематографияға жаңа серпін әкелді. Universal студиясы 14 жылдан бері ұмытылып кеткен франшизаны жандандырып, 2015 жылы «Мир юрского периода» фильмін шығарды. Бір жағынан бұл фильм әйгілі кинотоптаманың жалғасы болғанымен, екінші жағынан біздің санамызда қалыптасқан жанрды өзгертіп, динозаврлар әлемін басқаша таныстырды. Прокатта 1,5 миллиард ақш долларын жинаған фильмнің екінші бөлімін бірден түсіруге кірісіп кеткен болатын. Мінекей 2018 жылы екінші бөлімі кинотеатрларымызда шығып отыр. Бегите! Бегите! Фильмнің сюжеті бірінші фильм аяқталып, бірнеше уақыт өткен кезден басталады. Аралда жалғыз өздері қалған динозаврларға ұйықта жатқан жанартаудың оянуы қауіп төндіреді. Егер оларды дер кезінде құтқармаса, аңыз болып кеткен теңдессіз тіршілік иелерінен мәңгілік айырылып қалу қауіп төніп тұр. Фильм басталғаннан бері көрермендерді аралдағы қызықты сценалармен баурайды. Жанартаудың атқылауы, ішіндегі магма, катастрофадан кейінгі парк, онымен қоса аралдың табиғаты, пейзажын керемет көрсеткен. Бірақ фильм ортасына таяу бәсеңдеп, бастапқы қойылып кеткен темптен айырылады. 2015 жылғы бірінші бөлімде жаңа идеялар қосқанымен, осы жылғы екінші бөлімде бұрынғы 1997 жылы шыққан «Парк юрского периода» фильмнің сюжеттік идеяларын қайталаған. Соның кесірінен көптеген кинокритиктарға бұл фильм аса ұнамады. Жалпы фильмді бір ретке көз қыздырып көруге болады. Оның прокатта 1 миллиард жинайтынына күмәнім жоқ. Ал үшінші бөлімі бұдан да қызық, бұдан да зор болып шығады деп сенеміз. Сонымен сіздерге өз пікірін білдірген Данияр Тәжімбет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдыңыздар. Қош сау болыңыздар.